Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат жасанды интеллектке қазақ тілінде презентацияны 1 минут ішінде қалай жасатуға болатынын көрсету, ұсыну, талдау және талқылау. Ендеше кеттік. Google-дың іздеу жолағына presentation.io деп жазасыздар. Google аккаунт арқылы тіркелесіздер. Содан кейін мына төменде тұрған көк батырманы басып, презентацияны дайындауға кірісесіздер. Қажет тақырыпты жаза қоясыздар. Мәселен, мен адамгершілік асыл қасиет деп жаздым. Қанша слайдтан тұру керек екенін белгіледім және міндетті түрде қазақ тілін таңдауым керек болады. Аз уақыт ішінде шамамен 1 секундтан кейін жалпы презентация қандай бөлімдерді қамтиды, қандай мәселелер қарастырылғаны туралы бағдарлама ашып айтады. Көк батырманы басып, сәл күтесіздер. Одан кейін фонды және шрифтті де таңдауға болады. Сәл күткеннен кейін презентация дайын болады. Бірақ бұл презентацияны документ ретінде жүктеп ала алмайсыз. Әрине жүктеуге болады, ақылы нұсқасын алған болсаңыз. Алайда бізге ақылысы қажет емес, сондықтан біз сілтемесін алу арқылы бөлсеміз. Ол үшін поделиться батырмасын басып, кез келген жерде осы сілтеме арқылы презентацияларыңызды қорғай бере аласыздар. Сабақ ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпағайсыздар.